Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, дәмді, жұмсақ бәліштер дайындайтын боламыз. Керекті қоспаларын описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Алдыменен ыдысымызға жылы суымызды және сүтімізді құямыз. Оның үстінен килограмм қантымызды салып және тұзымызды салып біркелкі араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне дрожь саламыз және бір жұмыртқамызды саламыз және сұйық майымызды құйып, барлығын біркелкі араластырып аламыз. Және осы жерде бір жұмыртқаның сарысын алып қалып, ағын қосып жіберетін боламыз. Міне осылай барлығын біркелкі араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды да бөліп салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дәл осылай жұмсақ етіп қамырымызды илеп, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дәл осылай көтерілу керек. Осылай көтерілген қамырымыздың бетіндегі пленкасын алып тастап, оны столдың бетіне жаятын боламыз. Және қамырларымызды осы видеода көріп тұрғандай бөліктерге бөлеміз. Бөліп алған қамырларымызды дәл осылай қолымызбен ұзынша етіп жайып, көріп тұрғандарыңыздай қолдың көмегімен ұзын формаға келтіреміз. Осылай екеуін айқастыра отырып, бәлішіміздің формасын жасаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай формада жасай аласыздар, солай жасасаңыздар болады.
Міне барлығын жасап болғаннан кейін оның бетіне жұмыртқаның сарысына аздаған піскен сүтімізді араластырып жіберіп, осылай жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне осылай, дәл осылай сап-сары болып пісіп шығады. Енді өздеріңіздің пештеріңіздің пісуіне қарай уақытын сол уақытқа қарай қоясыздар. Сонымен біздің тәтті бәліштеріміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Дәмді Асхана каналы.